Мені іздемеңдер. Нұрдәулет менің күйеуім бол істесе, Кешігіп жатыр. Басталатын уақыты ол әлі жоқ. Что? Трей. Кансың. Сендердің қамдарыңды ойлап. Басында бізде сұрақ қайттан. Баяғы тақырып сол тоқал туралы. Жақсы подругасы болсын, жақсы көретін, ұрыспайтын, соны саған әперсін. Бұл жайында не дейсіз? Не? Келісті. Бұл мынаның басқа түрі ғой. Сондай ма? Сен қалай ойлайсың енді тоқалға негізінде? Нормально ғой, подружка осындар, көреміз ердің баяға тегесін. Мен өзім амайын тоқал. Не сенсің? Мен... Өйтіп айтып қоймасы? Айтып қоймасы? Тоқал алмаймын деп кейін керек болады. Осы видеоны көрсетіп бәді, саған еркек емес бе? Тиктокта тарап кетесің, тоқал алмаймын. Нұрдәулет кім екенін білсе 3 қатын алады дейді. Сен білесің бе кім екеніңді? 2 қатына бересің. 2 қатына бересің ба, білмейсің ба? Жоқ деп айтсай? Я деп айтып қоймашы. Қалам кәдімі ше? Саттанып кетемін. Жазып үміттеніп қаламыз. Рақаттанып кетемін көзіме ше? Жоқ деп айтсай, көтін қыс деп айтшы маған. Тыныш жүрейін, айтпай өзім. Яман жоқ па? Яман жоқ па? Ой, молодец. Сондай қатындар көп болсын деп шықпас күтсен. Не ойлап соғала біремді бе? Болмайды ол. Көреміз, в общем, байға дегеннен кейін, мынау ердің қатын асын көреміз, тоқал деген әңгіме. Сразу тоқал алу. Бірінші. Бірінші демалысың. Бірінші тоқал алып қоймасың. Мен бәйбішем жоқ қой тоқал десең. Қуасың ба сен тоқал? Көп адамға достар енді аяғымыз көтеріп отырғанымыз ыңғайсыз болып көрінген екен, бірақ білгішсінгенім емес, енді шли білімді болғаным емес, бірақ көп адамнан сұрағам, аяқты ішке тигізіп отыру сүннет деп естіген. Бұл жайлы қалай ойлайсыздар? Ну что, ребята, можете поздравлять, я купила себе машину, она где-то здесь, вы точно не угадаете, которая из них, но даже цвет не хочу говорить, потом узнаете. Сейчас пойду-ка я. Дегенде багажды жинадым, все, кеттім мен. Мені іздемеңдер. Давай, пока. Тез келіңдер, жатып алмай. Мен аэропортқа келдім, давай, пока. Мен негізі жалғыз ұшып бара жатқан жоқпын, бір адаммен, бірақ ол кешігіп жатыр. Басталатын уақыты ол әлі жоқ. Это котер. Все, вылет қайғыға деп ойлайсыздар. Деп всегда айтамыз дейсіздер. Сразу айтасыз болды, қайғыға қашып бара жатқанын. Погода күшті болып тұр. Все, мы вылетаем. Куда мы вылетаем? Куда? Шри-Ланка. Куда? Шри-Ланка. Шри-Ланка. Sobre te vemos,
Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір Гіне өзімде мынау жақсы жүріп қояды екен. Мынау енді өзі бір метеорит екен деп жақсы жүреді екен шынымен. Жақсы. Жақсы. Дәл қазір мен Скорпионмен Нұрдәулет мотоциклмен жарысатын боламыз. Кім жеңеді деп ойлайсыздар, дәл осы жерге опрос қалдырамын. Ауыр атыс бойы. Ойбай, ауыр бойы. Ё-моё! Бір демалайын дейсің осы ғой. Чоза, фрунчоза. Не істеп қойғаннан, Бір әдем күн өткен, Мыналарның ішінде бір нәрсе бар. Ашықпасаң Нұрдәулет менің күйеуім бол істесе. Ал, жарайық. Мынандай алып алып алдымда. Пустой. Пустой. Нұрдәулет, я тебя вызываю на 1 000 000 рублей. Что там? О, Москвадан кепті. 1 000 000 рублей. Теңгемен 5 миллион бір нәрсе мың, Ұтылып қасақ, ұтылмауымыз керек. Бірек айқайлабайын онда. Өзің бастардың өзіңнен көр енді. Москва сетінің қақ ортасында жылқымен және шапан болсын үстіңде. Үйто 1 сағаттық іште үлгеріп қазір жүріп маған видеоға түсіріп жібер. Пробка білем ол жақта. Айтпас достар, өздерің аудар жесеңдер. Авто мен аударам деп шатасып кетсем. Лошадь вообще здесь не должна быть. Именно слабый жерден ұрып тұрда өткен дене білетті мен мотоциклден қорқатымды. Осы уақытқа дейін сене кетіп болған, мен оны ойнатып жібердім, потому что мен қорқам, фобия. Мен даже мафияда айта алмаймын, өйткені өте қауіпті, опасно. Не істеймін, тез орындау керек бізге. Короче, мой друг Азамат. Ассалаумалейкум. Қанша жыл айдап жүрген Москваға? С 11 лет езжу. Брат, я боюсь, в общем. У меня фобия. Не бойся. По статистике аварии на мотоциклах 29 раз чаще заканчиваются смертью. Имейте в виду, не катайтесь, ребята. Это очень опасно. День ұтылдым, я представляю. Жеңілмейміз негізі. Давай, дайынбыз. Фобия, мобия. Мәса. Біз орындадық, достар. Короче, орындадық. Массаж, әзірге алдыршы бар. Ал ден мекіндік. Фобия жоқ дейсің ғой. Екінші задание. Дени. Делай добро. Дай добро. Твори добро. Добро ден. Добро пожаловать. Түсіндің ғой, короче, да? Ол жақта істеу қиын сияқты. Добро просто.